Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ұзақ уақыт бойы жұмсақ болып тұратын тәтті бөлкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, қантымызды және де құрғақ ашытқымызды салып, араластырып, жылы жерде 15 минуттай ұстаймыз. Содан соң тұзымызды салып, жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп, ағын осы массамызға салып, жұмыртқаның сарысын бөлкенің бетіне жауға алып қоямыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, ұн илегіштен өткізілген ұнымызды біртіндеп сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, ұнды бөліп сала отырып, жұмсақ қолға жабысқыш қамыр илейміз. Біздің қамырымыз видеода көрсетілгендей болып шығу керек. Содан соң сұйық майымызды құйып, 2-3 минуттай қамырымызға сіңдіріп, жақсылап илеп аламыз. Енді қамырдың бетін жауып, оны 1,5 сағаттай жылы жерде сақтаймыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырды видеода көрсетілгендей бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырымызды бөліп дайындап алғаннан кейін, оның бетін пакетпен жауып, 15 минуттай тындырамыз. Енді бөлкеміздің формасын жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, ұн сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жазамыз. Содан соң ертілген жылы сармайымызды барлық жеріне жұқалап жағып шығамыз. Пышақтың көмегімен қамырдың ортасынан кесіп, видеода көрсетілгендей етіп, бөлкенің формасын дайындауға кірісеміз. Содан соң қамырымызды екі жағынан созып, осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Бөлкенің шеті піскен кезде ашылып кетпеу үшін қамырға жақсылап жабыстырамыз. Содан соң бетін видеода көрсетілгендей етіп қолымызбен басамыз.
Бізде осындай формалар шығады. Енді осы форманың бетін пакетпен жауып 10 минуттай ұстаймыз. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қашық сүтімізді құйып, араластырып, бөлкеміздің бетіне жағамыз. Пешімізді 180 градуста алдын ала қыздырып, 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бөлкеміз дайын болды, ол өте дәмді шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.